Сәлеметсіздер ме балалар? Жақсы балалар. Біз қазір жаратылыстану сабағын бастаймыз. Сабағымызды бастамас бұрын бір-бірімізге жақсы көңіл күй сыйлап, сабағымыздың жақсы өтуіне жағдай жасайық. Кәнекей ортаға келе қойыңдар. Senin istediğinde o kayıtlaydı. Kendi birbirimize жақсы көңіл күй сыйлайық. Бастадық. Жақсы балалар. Енді орнымызға отыра қойайық. Бүгін балалар біз сендермен қандай денелер жарық өткізеді деген оқу мақсатымен жұмыс жасайтын боламыз. Ол үшін бізге мынандай тірек сөздер берілген. Мөлдір, жартылай мөлдір және мөлдір емес деген. Ол үшін алдымен мынандай бір тәжірибеден бастайық. Алдыдарында екі шыны стақан берілген. Оның біреусіне мен су құяйын. Екіншісіне мен сүт құямын. Көріп тұрмыз, Енді айтайыншы балалар. Қайсысынан ар жағында тұрған зат көрінеді? Мысалы, мынаның артынан не тұрғаны көріне ме, жоқ, мынаның артынан көрінеді? Сүттің ба, судың ба? Судың артына бір зат қойсақ, оның артында не тұрғаны көре аламыз. Неге бұл? Су қандай? Мөлдір. Ал мына шынымыз қандай? Ол да мөлдір. Жақсы. Енді екінші тәжірибемізді көрейік. Мен судың ішіне қасық саламын. Мына сүттің ішіне де қасық саламын. Қайсысынан қасықты көріп тұрмыз? Судан көріп тұрмыз. Сүттің ішінде көрінбейді. Себебі неде деп ойлаймыз? Су мөлдір, сүт мөлдір емес. Ол ақ түсті. Жақсы. Ал енді балалар, екінші тәжірибемізді жасаймыз. Бұл жерде әртүрлі ыдыстар берілген. Көріп тұрмыз ғой? Бұл пластмас ыдыс, бұл шыны, бұл жаңағы мөлдір ыдыс, бұл қандай мөлдір емес. Енді балалар, қайсысынан жарық өтеді деп ойлайсыңдар? Көрейік, кәне, мынадан жарықты ардағынан көріп тұрмыз ба? Жоқ. Мынадан жарықты көріп тұрмыз ба? Өтті ма? Өтті. Ал мына ыдыстан? Жоқ. Өткен жоқ. Сонда қандай ой түйдік балалар? Су мөлдір. Ол жарықты өткізеді деген. Ал енді қарайық. Мынандай да заттар бар, салафан, бұл файл. Енді бұлардан көрейік. Бітті ма? Бірақ өте жақсы ма, жоқ му? Нашар өткізеді. Нашарлау өткізеді. Ал бұл жақсы. Бұл да өте жақсы өткізеді, бұл да нашарлау өткізеді. Ал енді мынандай бір материал бар деген. Ал бұдан өте ме? Жоқ. Өтпейді. Өтті ма, өткен жоқ па?
көріп тұрмыз, енді қандай сұйықтық жаңағы жарықты өткізеді екен көрейік. Мөлдір ыдыс берген су. Судан өтті, сүттен өткен жоқ, бұл тамақ жаңағы қызанақ шырыны. Өткен жоқ. Сонда ыдысқа да байланысты екен, мөлдір ыдыстар өткізсе, және де мөлдір денелер де жарықты өткізеді екен. Ал мөлдір емес денелер жарықты өткізбейді. Содан келіп шығады, мөлдір дене жарықты өткізеді, жартылай мөлдір дене жарықты қалай өткізеді? Нашар өткізеді, мөлдір емес дене жарықты өткізбейді. Ал енді балалар, сабағымызды қорытындылау мақсатында мына бір тапсырманы орындайық. Бұл жерде сендерге 5 жағдай берілген: су құйылған пластикалық бөтелке, алма, бос аквариум, саздан жасалған құмыра, қызанақ шырыны құйылған бөтелке деген. Осылардың қайсысы жарықты өткізеді, соған плюс белгісін қоямыз. Қайсысы жарықты өткізбейді, оған минус белгісін қойып белгілеп шығамыз. Құтығы, басына аттарыңды жазып қойсын. Келсін? Жақсы. Bir-birlerine geçiyorlar. Bir-birlerine geçiyorlar. Bir-birlerine geçiyorlar. Жақсы. Белгілеп жібереміз. Атымызды жаздық та. Жақсы, енді кәне талқылап көрейік. Інжу, біріншісін айтшы, су құйылған пластикалық бөтелке. Жарықты өткізе ме, өткізбей ме? Жарықты өткізеді. Жақсы. Айтұмар, алма жарықты өткізе ме, өткізбей ме? Өткізбейді. Жақсы. Үшінші, Ильяс, бос аквариум жарықты өткізе ме, өткізбей ме? Өткізеді, тамаша. Нұралы, саздан жасалған құмыра жарықты өткізе ме, өткізбей ме? Өткізбейді. Ақсұңқар, қызанақ шырыны құйылған бөтелке жарықты өткізбейді. Тамаша. Онда сендер бұл тапсырманы өте жақсы орындадыңдар деп мен сенемін. Балалар, сонымен бүгін біз мөлдір, жартылай мөлдір және мөлдір емес деген тақырыпты өттік. Қандай денелер жарықты өткізетінінде талқыладық, тәжірибе жасадық. Енді бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Егер бүгінгі сабақ өте тамаша, саған барлығы түсінікті болып, басқа балаға көмектесе аламын десең, міне, өте тамаша дегенге смайлигімізді, стикерімізді тастаймыз. Ал менің 1-2 сұрағым бар, түсінбеген жерім бар десеңдер, бұл қорапқа әкеп стикерімізді тастаймыз. Ал мен мүлдем түсінген жоқпын, маған қиын деген балалар, мына қорапшаға әкеп стикерімізді тастаймыз. Түсінікті ма? Ал кәне, бірінші, екінші топ келе алайық. Қандай жақсы. Әрдайым түсінбейді. Ал сендер келе қойыңдар. Барлығы түсінікті болған, сонда
Sabahımız ayaklandı ballar. Sağ olunlar. Sağ olun.